Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгінгі біздің лекциямыз саяси элита тақырыбымен байланысты болады. Элита дегеніміз не? Бұл элитаның қоғамда алатын орны қандай? Бұдан бөлек біз элитаны саясаттану ғылымында негізі зерттелген ғұламаларды да қарап шығамыз. Солардың ішінде Гаэтано Моска, Вальфредо Парето және Роберт Михельс сынды ғалымдарды қараймыз. Бұдан бөлек енді қоғамда саяси элитаның қалыптасу жолдары, яғни бірнеше жолдары бар, ол жолдарды да сендермен қысқаша қарап шығатын бірге өтетін боламыз. Және әрине саяси элитаның ерекшеліктері қандай? Саяси элитаны, яғни элитаның қоғамдағы басқа да таптар мен топтардан не айырмашылықтары болады? Қандай ерекшеліктер оларды басқалардан ажыратады, соларға да қысқаша тоқталып өтетін боламыз. Құрметті студенттер, негізі элита деген сөз бұл француз тілінен шыққан элит деген мағынаны білдіреді. Яғни біз жалпы өздеріңізге мәлім болғандай қоғамда таптар мен топтарды не қыламыз? Біз бөлшектейміз. Жалпы қоғамдағы таптар мен топтарды алып қарайтын болсақ, қоғам ретінде қабылданды. Қоғамда кімдер бар? Әрине, біріншіден жоғары билеуші тап бар. Одан бөлек қоғамның ішінде білім тұрғысынан болсын, қаржы тұрғысынан болсын, тағы басқа негізгі ерекшеліктер, кейбір тұлғалар өнер тарапынан өте жақсы дамыған, солай емес пе? Өнер қабілеті мол болғандықтан өз-өзіне қалады, өнер саласын пайдалану арқылы қоғамға өзін танытып, өзі ерекше бір қабілеттерге ие болады. Яғни элитаның өзі сөз мағынасы ол сұрыпталған белгілі бір топтың ішінен іріктелген деген мағынаны білдіреді. Сондықтан қоғамдағы барлық таптар мен топтар элита категориясына жатпайды. Элита негізі 18 ғасырда бұл терминология шыққан болатын. Бұл терминологияға сәйкес іріктелген, сұрыпталған деген мағынаны білдіреді. Яғни кез келген бір нәрсені олардың ішінде іріктейтін болсаңыздар, сол іріктеген нәрсені Францияда элит деп айтады. Одан кейін, әсіресе мысалға 20 ғасырдан бастап бұл терминология негізі көптеген ғылымдарға ене бастады. Әлеуметтану, саясаттану ғылымдарына енген болды. Сұрақтап келіп, жалпы қоғам ішінде бұл элиталық, яғни кез келген қоғамда бұрынғы дәуірден бастап алып қарайтын болсаңыздар, міндетті түрде билеуші тап бар. Одан кейін міндетті түрде қоғамда өзінің қабілеттері, қаржы жағынан, өзінің ерекшеліктері тұрғысынан басқа да қоғамдағы таптар мен топтардан ерекшеленетін тағы бір топ қалыптасады, жалпылама әрине көпшілік қоғамда. Енді біз элита деп атқанымыз, олар көбінесе жоғары таптағы кімдер? Тұлғалар болып есептелінеді. Элитаның қоғамдағы басқа да топтар мен таптардың ең негізгі өзгешелігі бұл элиталық тапқа тек қана аз ғана тұлғалар ғана кіреді. Сондықтан аз адамдардың көпшілікті басқаруы дегеніміз негізі элитаның не болуы, қоғамды басқару деген мағына. Тарихи тұрғыдан алып қарайтын болсақ, мысалға антикалық философ, Платонды алатын болсақ, Платон өзі жалпы қоғамды зерттеп, қоғамда не қылады? Түрлі таптар мен топтарды негізі бөлшектейді. Платон мысалға қоғамды бірнеше категорияға бөледі. Платонның пікірінше жалпы алып қарайтын болсақ, қоғамды Платон біріншіден қоғамды егіншілер ретінде қарастырады. Мысалға егінші бір тап бар. Одан бөлек әскери бір тап бар. Яғни қоғам ішінде осы қоғамның қауіпсіздігін, қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз еткен әскери бір тапта орын алғанын тілге жеткізеді. Бұдан бөлек кәсіпшілер бар. Яғни кәсіби жұмыстармен айналысатын топ бар. Әрине ең соңғысы билеуші философтарды қарастырады. Яғни билеуші философтарды ең жоғары категорияға қояды. Екінші категорияға әскерилерді қояды. Одан бөлек жаңағы екіншілер кәсіпкерлер категориясы. Яғни кәсіпкерлер үшінші тап.
Платонның пікірінше қоғамда мемлекеттік басқаруды оған негізі қабілеті бар ғана тұлғалар жүзеге асыру керек. Яғни қоғамдағы кез келген тұлға мемлекеттік басқаруға араласпау керек деген пікірді алға тартты. Оның пікірінше мемлекетке көбінесе билеуші философтар белгілі бір аристократиялық тапқа сай және әрине қоғамда осындай бір қабілеттерге ие тәжірибесі бар ғана тұлғалар келу қажет дейді. Оларды билеуші философ категориясына жатқызады. Одан кейін әрине мысалға Платонның пікірінше, енді Платон өзі антикалық философ болғанына қарамастан, бірақ оның идеялары не қылып эволюциялық тұрғыдан басқа да ғалымдарға әсер ету арқылы не пайда болады? Саяси элита, жалпы элиталық пікір ортаға шығады. Мысалға әскерлер қауіпсіздікпен айналысу керек дейді. Қоғам ішінде қаржымен кәсіпкерлер айналысу керек дейді. Одан кейін қара жұмысты кімде істеу керек дейді. Екіншілер, яғни қоғамда осындай бір функционалды, әркімнің өзінің қызметі бар, бір таптар мен топтар қалыптасу керек. Мемлекеттік басқару бұл жалпы қоғамның барлық саласына, өміріне, тағдырына әсер ететін негізгі басқару жүйесі болғандықтан, ол басқару жүйені қолдан келетін, ол істі жүргізе алатын, ол істе өнері бар ғана тұлғалар жүзеге асыру қажет деген бір идеяны алып отыр. Бұдан бөлек элитаға қатысты енді қайта өрлеу идеологтары ішінде қайта өрлеу дәуірін алып қарайтын болсақ, ол дәуірде ең негізгі идеология тұрғысынан көптеген зерттеулер жүргізіп алға тартқан идеясы ол Никколо Макиавелли. Негізі Никколо Макиавелли қоғамнан гөрі саяси көсемді көбірек зерттеген тұлға. Бірақ ол саяси көсемді зерттеген кезде Никколо Макиавелли саясаттану ғылымы тұрғысынан алып қарайтын болсақ, көбінесе ол саяси көсемді аморальдық тұрғыдан зерттейді. Яғни мына жерде қысқаша жазып көрсетіп айтайық, мысалы белгілі бір тұлға бар. Яғни бұл тұлға ретінде қабылдайды. Негізі саясаттануда әрине жалпы адам баласын табиғатын негізге ала отырып, не қылады? Саяси көсемдер, жалпы саясаттану билік зерттеледі. Никколо Макиавелли, негізі бұл жерде жазып қояйық. Никколо Макиавелли, ол тұлғаны негізі зерттеген кезде екі негізгі нәрсені басымдыққа алады. Біріншісі, ол билік тұрғысынан тұлғаның психологиясын зерттейді. Бұл психологияны зерттеген кезде бұл әрине әртүрлі тұлғаларды емес, көбінесе кімдерді негізге алып зерттейді? Саяси көсемдерді зерттейді. Саяси көсемдерді билік тұрғысынан зерттеген кезде негізінде Никколо Макиавелли, әсіресе элиталық тапты қарастырған кезде, оларды көбінесе қай тұрғыдан қарастырады? Аморальдық тұрғыдан қарастырады. Яғни аморальдық тұрғыдан негізі Никколо Макиавелли өзі саясат пен моральды бір-бірінен ажырату қажет деген ойды алға тартады. Сондықтан тұлғалар Никколо Макиавеллидің пікірінше, әсіресе саяси көсемдер билікке жету үшін қажет болған жағдайда не дейді? Аморальдық амал тәсілдерді пайдалануы әбден мүмкін. Сондықтан саясаттану ғылымында негізі Никколо Макиавелли, макиавеллистік амал әрекеттер немен тығыз байланысты? Аморальдық пиғылдармен байланысты. Бұның енді жалпылама саяси көсем тұрғысынан, яғни элиталық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, негізі Никколо Макиавелли қоғам ішінде таңдалған белгілі бір ерекшелігі бар бір топтан сөз қозғайды. Бұл топтар әрине бірнеше топқа бөлінуі мүмкін. Бұл топтар арасында негізі билік үшін не бар дейді? Бір күрес жүріп жатыр. Бұл күрес ашық болуы мүмкін, бұл күрес жасырын болуы мүмкін. Бірақ бұл күресте қоғамның ішінен бөлек шыққан бір элиталық топ бір-біріне қарсы қажет болған жағдайда билікті қолға алу үшін негізгі мақсат билік болғандықтан Никколо Макиавелли пікірінше қандай негізгі құралдарды пайдаланады? Аморальдық құралдарды пайдалануы мүмкін. Бұл құралдарға не жатады? Қалай ойлайсыздар?
Қажет болған жағдайда әрине қысым, күш көрсету. Қажет болған жағдайда алдау, арбау. Қажет болған жағдайда қулық. Сондықтан Никколо Макиавелли осы аморальдық жүйемен жалпы саяси билікті зерттеген кезде қоғамда басқарушы тұлғалардың саяси көсем тұрғысынан алып қарағанда екі негізгі қасиеті болу керек дейді. Біріншісі ол саяси көсем арыстан болу керек дейді. Оның қазір мағынасын айтамыз. Екіншісі ол саяси көсем түлкі қабілетіне ие болу керек дейді. Арыстан дегенне ештеңеден қорықпай, қажет болған жағдайда ол элиталық таптағы әсіресе саяси көсем қабілетіне ие. Бұл тұлғалар қажет болғанда ешқандай қорқу болмау керек. Риск дейді ғой қазіргі таңда. Риск ала білетіндей қабілетке ие болу керек. Және қажет болса қорықпастан не қыла білу керек? Күш қолдана білу керек деген идеяны алып. Бірақ Никколо Макиавелли өзі жалпылама қайта өрлеу дәуірінің философы болғандықтан, енді ол бір жағынан мемлекеттік қызметкер тартқан, бір жағынан дипломат, бір жағынан ғылым жолында жүрген тұлға болғандықтан, ол тек қана арыстан болу, күш қолдану немесе тек қана қорықпау бұл жеткіліксіз дейді. Саясатта билік тұрғысынан алып қарағанда ол тұлғалар элиталық тапта басқарушы деңгейінде кітапта бір жағынан кім болу керек дейді. Түлкі қабілеті. Түлкі бізде немен ерекшеленеді? Ең бастысы қулығымен, солай емес пе? Жұмсақ күшімен. Яғни адам баласы қажетті кезде күшті қолданады, қажетті кезде не қылу керек дейді? Ол қарама қарсыдағы адамды өзіне түрлі тәсілдер арқылы амал айдалармен не қыла білу керек? Өзіне қарата білу керек, байлау білу керек. Бұны енді жалпы қазіргі саясаттанушылар, енді бұны Никколо Макиавелли арыстан түлкі десе, бұны қазіргі саясаттанушылар хард деп айтады, және софт пауэр, биліктің екі түрі. Бұның екеуін біріктіретін бір билік түрі бар, хард пен софтты. Оған не деп айтады? Хард күш қолдану, софт жұмсақ күш. Екеуі біріккен жағдайда, яғни сен тек қана күш қолдану саясатты ұстанбайсың, дұрыс па? Қазіргі таңда топты басқарып отқан элита негізі топқа қатысты күш қолдану саясатын ұстанады. Бірақ бұл жеткіліксіз. Әрдайым күш қолдану саясатын ұстанатын болсаң, бұл көпшілік қауымның несін тудырасын? Наразылығын тудырасын. Сөйтіп, ол наразылық неге айналады? Шиеленіске айналады. Бұған жол бермеу үшін олар керекті кезде жұмсақ күшті пайдаланады, екеуін біріктіріп, жағдайлары. Бұндай екеуін біріктірген негізі билік түрін ағылшынша smart power дейді. Яғни ақылға негізделген күш. Қажет болған жағдайда не қолдану? Негізі бұл smart power'ның тамырында не жатыр? Никколо Макиавеллидің арыстан пікірі және түлкі пікірі жатыр. Бірақ бұл қазіргі 21-ші ғасырда бұны өзіне 20-ші ғасырда бұл пікірлерді бейімдеу саясаты. Яғни смарт дегеніміз ақылға негізделген күш. Қажет болған жағдайда күш қолдану, бірақ күш қолданғаннан кейін белгілі бір мақсатқа жеткеннен кейін не болу керек? Адам баласы қалған тұлғаларды өзіне байлау үшін элиталықтар әсіресе қоғамды басқару үшін қажет болған жұмсақ күшті пайдалану керек деген идеяны алға тартты. Бұл жалпы идеяның тамыры, яғни элиталық тұрғыдан зерттеген кезде қайда барып тіреледі? Никколо Макиавеллиге барып тіреледі. Енді жалпы біз жаңа ғана айтып өттік, бұл енді Платон болсын, Никколо Макиавелли болсын, бұлар енді антикалық бір жағынан қайта өрлеу дәуіріндегі философтар, бірақ одан кейін әсіресе мысалға қазіргі таңда саясаттануға бұл саяси элита пікірін алға тартқан. Ең алғаш рет бұның ғылым айналымына енгізген бұл Гаэтано Моска және Вальфредо Парето атты ғалымдар болды. Бұл екі ғалым итальяндық ғалым. Бұдан бөлек Роберт Михельс, яғни ол да неміс ғалым болып табылады. Осы үш ғалым ғылыми тұрғыдан элитаны терең зерттеп, ғылыми тұрғыдан саяси элитаның қоғам өмірінде алатын орнын қарастырған болады. Енді Гаэтано Моска 1896 жылы саяси ғылым негіздері атты кітапты қаламға алған болады. Бұл енді келешекте басқарушы
тап элита ретінде Америка құрама штаттарында қайта ағылшыншаға аударылып басында шыққан тұғын. Негізі бұл жерде Гаэтано Моско саяси ғылым негіздері деп кітабын атаса да, бірақ бұл жерде көбінесе Моско кімді зерттейді? Қысқаша Моско топты зерттейді. Яғни билеуші тап дегеніміз қоғамда элиталық ең жоғары таптарды қарастырады. Моско жалпы қоғам ішінде енді өзінің дәуірін өзі жалпы 1854 жылы туылып 1941 жылы қайтыс болған болады. Бұл дәуір аралығындағы элиталарды зерттеп, бұрынғы тарихи тұрғыдан да қоғам ішіндегі белгілі бір топ қалған қоғамға қарағанда жоғары тұратын тапты зерттеген кезде бұл тапты үшке бөліп қарастырады. Яғни үш тапқа кірген жағдайда ғана сен элиталық тапқа кіресің деген бір тұжырымдама жасайды. Ол біріншісі қандай тап? Біріншісі әскери тап. Яғни Моско ең алғашқы әскери тапты алға тартады. Екіншісі әрине бұлар бай таптар, яғни қаржы тұрғысынан қоғам ішіндегі басқа да белгілі бір топтарға қарағанда қаржы тұрғысынан бай болған таптар. Үшіншісі діни таптар, яғни діни дәрежесі бар таптар. Негізі Гаэтано Моско осы таптарға кіру арқылы және осы таптарға кіріп өз-өзіңді өсіріп барлық қабілеттерді пайдаланып өскен жағдайда ғана бір топтың ішінде не болады дейді, элитаның категориясына кіруге мүмкіншілік болады. Мысалға егер топта қоғамдағы адамдар әскери жағына кіріп немесе қаржы жағына мол қаржы тауып жаңағы діни жағына кіріп осы салаларды дамитын болса, олар алдағы уақытта неге кіру мүмкіншілігін алады? Дауысқа айтқанда элита, яғни жоғары тапқа көтерілгендей мүмкіншілікті алады деген пікірді алға тартады. Жалпылама Гаэтано Моско. Енді Моско бұл тұжырымдамасын әрине жасаған кезде, бірақ оның ішінде әсіресе ең негізгі басым ол нені алға тартады? Байлықты алға тартады. Яғни Гаэтано Моско қоғам ішіндегі элиталардың ең негізгі өзгешелігі олардың қаржы жағы басқа да қоғамдық топтардан жоғары деңгейде және көпке байлыққа ие болуы. Яғни бір тұлға болсын, немесе қоғам ішінде кез келген азамат Москоның пікірінше Гаэтано Моско егер қаржы жағынан, байлық жағынан қалғандарға қарағанда көбірек бұндай байлыққа ие болатын болса, бұндай тұлғалардың элиталық тапқа кіру мүмкіншілігі не дейді? Қалғандарға қарағанда жоғары дейді. Демек, байлық Гаэтано Москода ол басқа да топтарға қарағанда не тұрады? Алдыңғы қатарда тұрады. Демек, Москоның пікірінше топтан, яғни белгілі бір қоғам ішінен бүйтіп қарасақ жалпы элиталық тап дейік, екіге бөле салайық. Элиталық тап қарапайым. Қарапайым жаңағы қоғам ішіндегі таптан элиталық тапқа кіру үшін Моско нені алға тартады? Ең біріншісі байлық. Демек, қаржы байлық болған жағдайда сен мынау тапқа кіру мүмкіншілігі мол болады деген бір идеяны алға тартады. Бұдан бөлек әрине Гаэтано Моско элиталық таптың көбінесе жабық бір тапқа ие екендігіне айтады. Яғни кез келген элиталық тап, кез келген мысалы енді әрине өз жерде кімдер жиналады? Қаржы тұрғысынан мол ірі беделдер жиналады. Сондықтан олар аз бір топты қалыптастырғандықтан бұл аз топқа көпшіліктің кіруі қиындау. Сондықтан элиталық тап аз тапты бейнелегендіктен бұлар көбінесе жабық топқа ие болады. Жабық топқа ие болғандықтан бұлар бір-бірімен элиталар тығыз байланыста. Және бұлар әрдайым басқару жүйесі тұрғысынан неге ие? Бұлар өзара ықпалдастыққа ие деген пікірді де алға тартады. Гаэтано Москодан бөлек, әсіресе 1900 жылдардың басында, 1916 жылы
Альфредо Парето атты ғалым маңызды бір кітапты жазып шығарады. Бұл да элитаға байланысты. Жалпыға бірдей социология трактаты атты кітабы шығарады. 1916 жылы Альфредо Парето, өзі де итальянец. Қысқаша Парето дейміз. Ол элиталардың айналымы деген теорияны негізге салады бұл кітапта. Элиталардың айналымы теориясы дегеніміз нені білдіреді? Элитаның айналымы теориясы бұл көбінесе мысалға қоғам ішінде, қоғамда көптеген мәселелер жинақталып қалады ғой, солай емес пе? Бұл мәселелерді шешетін қайтап жоғары тап, яғни басқарушы тап. Яғни жерде Парето бір қоғамның ішінде басқарушылар бар, және кімдер бар дейді? Басқарылғандар екі тапқа бөліп қарастырады. Яғни жерде басқарушы тап элита. Егер басқарушы тап қоғамның көкейінде жүрген негізгі мәселелерді біліп, соны негізге алып, сол мәселелерді шешетін идеямен алға шығатын болса, дейді қоғам ішінде кейбір тұлғалар, әрине олар элиталық тапқа не болуы мүмкін дейді, қол жеткізу мүмкін. Неге? Өйткені қоғам өзінің мәселесін шешетін белгілі бір тапты не қылады? Қолдайды. Қолдағандықтан ол тап қоғамның қолдауын алып не қылады? Элиталық тапқа көтерілді. Бұл қай уақытқа дейін жалғасады дейді? Бұл элиталық қоғамның, яғни қоғам ішінен шығып, элиталық қоғамның қолдауын алып, элиталық тапқа кірген тұлғалар жалпылама қоғамның мәселесін бәрін шешіп, жаңа бір пікір, яғни қоғамның одан кейінгі мәселелерін шеше алмайтындай жағдайға келетін болса, одан кейінгі мәселелерде қоғамның негізгі пікірлерін алға тартатын, олардың негізгі мұқтаждықтарын шешетінде бір идея қалыптастырамаса, ол элита не бола бастайды дейді, ескіре бастайды дейді. Оның орнына қоғам ішінде тағы не пайда болады дейді, белгілі бір топ пайда болады. Сол топ қоғамның проблемаларын, жаңа проблемаларын, инновациялық проблемаларын алға тартып, сөйтіп оған дейінгі болған элиталар не отырады дейді, ауыстырып тұрады дейді. Яғни элиталардың айналымы деген идея осы жерден қалыптасқан. Түсініп отырсыңдар ма? Мысалға, жалпы өйтіп дүние жүзін алып қараңдаршы, дүние жүзінде мысалға қазіргі таңдағы қоғамдағы проблемалармен бұдан 20-30 жыл бұрын қоғамдағы проблемалар арасында бір ме? Бір емес пе, дұрыс па? Негізінде өзгешелік көп. Өйткені қоғам дамыған сайын не қылады? Қоғамның сұранысы да өзгереді. Мысалға біздің ата-бабаларымыздың сұранысы біздің немесе біздің қазіргі таңда балдарымыздың сұранысынан бірдей емес. Ол уақытта қанағаттанарлық деген не бар? Көбірек болады, ұғым болады. Мысалға қазіргі таңда басым бөлігінен сұраныстары көбейіп жатыр. Мысалға егер біз жаңағы негізі Паретоның идеясын алатын болсақ, ол дәуірдегі мысалға элиталар, біздің ата-бабаларымыз дәуірдегі элиталар, кімнің сұранысын негізге алған? Сол дәуірдің адамдардың сұранысын негізге алып, соның қолдауын алып неғылған? Элиталық тапқа көтерілуге тырысқан. Бірақ ол кісілер не болады? Жасы келіп, идеялары, пікірлері бір орында қалады. Жаңартпайды идеясы. Сол кісілер билікке келгеннен кейін жаңа буынның талаптарын олар не қыламай қалады? Іске асырамай қалады. Іске асырамағаннан кейін жаңа буын мысалға өзінің ішінен кімді алып шығады? Өзінің қажеттіліктерін, өзінің мұқтаждықтарын жүзеге асыратын жаңа буындар алып шығады. Демек бұл жаңа буын келу арқылы не болады? Ескі буын мен жаңа буын арасында шиеленіс текетірес пайда болады, бірақ бұл шиеленісті жеңіп шығатын кім болады? Жаңа буын болып табылады. Сөйтіп элиталар не болады? Өзгереді. Бұл жаңа буынмен келген элита одан кейінгі келген жаңа буынның пікірлеріне жауап бермейтіндей жағдай болуы мүмкін. Ол кезде оларды шығарады. Сөйтіп элитаның айналымы, сөйтіп элита қоғамның сұранысына қарай өзгеріп тұрады деген пікірді алға тартқан ғалым кім? Парето болып табылады. Түсініп отырсыңдар ма? Бұл элиталық. Сонда кезең болып жатыр ғой, мысалы коммунизмнің недері кетіп жатыр, жаңа демократиялық жастар келіп жатыр. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Яғни мысалға бұрынғы коммунистік идеология мен капиталистік жүйеде, дұрыс па?
туып өскен адамды сіз басқара алмайсыз. Бірақ сол дәуірде сондай еді. Өйткені ол дәуірдің тұлғалары бөлек, қазіргі сұраныстар бөлек. Сондықтан бұл сұраныстар неге әкеп жетелейді? Элиталардың қоғамның сұранысына қарай өзгеріп тұрады деген пікірді алға тартқан ғалым кім? Парето. Түсінесіңдер ме? Бұл элиталық. Қазір сонда кезең болады ғой, мысалы коммунизмнің недері кетіп жатыр, жаңа демократиялық жастар келіп жатыр. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Яғни мысалға бұрынғы коммунистік идеология мен капиталистік жүйеде, дұрыс па? Туып өскен адамды сіз басқара алмайсыз. Бірақ сол дәуірде сондай еді. Өйткені ол дәуірдің тұлғалары бөлек, қазіргі сұраныстар бөлек. Сондықтан бұл сұраныстар неге әкеп жетелейді? Элиталардың өзгеруіне әкеп жетелейді деген бір пікірді алға тартады. Бұдан бөлек, әрине, мынандай айта кету керек, тағы бір неміс ғалымы бар, Роберт Михельс. Ол да өте маңызды ғалымдардың біреуі. Жалпы Роберт Михельс элиталық таптарды зерттеген кезде ол мынандай бір идеяны алға тартады. Негізі Роберт Михельс олигархияның темірдей заңы атты бір теорияны қалыптастырды. Бұл теорияның негізі өзі 1911 жылы демократияның олигархиялық үрдістері атты бір кітапты қаламға алғанда сол жерде жазады. Бұл жерде пікірдің идеясы не? Яғни олигархияның темірдей заңы нені білдіреді? Қандай? Қысқаша айтып өтетін болсақ, негізі бұл олигархияның темірдей заңы қоғам ішінде, енді қоғам дейді Роберт Михельс, өз-өзін тікелей басқаруы қиындау дейді. Сондықтан қоғам өзін басқару үшін өз ішінен басқару қабілеті бар тұлғаларды не қылады дейді, өзі қолдау арқылы алып шығады. Бұл сайлау болуы мүмкін. Кейбір көне дәуірлерде бұл мысалға тікелей басқа да бір жолдар болуы мүмкін. Айтады, қандай болса да сондай бір басқару қабілеті бар топ не қылады, алға шығады, оның қоғам қабылдайды. Бірақ уақыт өте дейді Роберт Михельс, қоғамның мысалға өздері қолдап шығарған тұлғалар элиталық тап болып, белгілі бір тек қана кішігірім неге айналады дейді, тапқа айналады. Бұл тап қоғамды басқару үшін арнайы бір аппарат қалыптастырады дейді. Сол аппарат арқылы бұл тап негізінде өзінің экономикалық және саяси ықпалын күшейте бастайды. Күшейте келе дейді, уақыт өте, бұл жерге сайланған негізі элиталық тап Роберт Михельстің пікірінше, бұлар уақыт өте қоғамның егер мұқтаждықтарын, қоғамның талап тілектерін бастапқы кезде орындайды, бірақ уақыт өте олар өздері ғана топтасып, қоғамның кейбір талаптарын орындамауы мүмкін деген пікірді алға тартады. Сөйтіп, бұлар өздерінің билігін күшейту үшін тек қана белгілі бір тапқан өзінің экономикалық, саяси билігін күшейтіп алып, неге айналады? Билеуші бір тапқа айналады. Билеуші бір тапқа айналғаннан кейін, енді оларды негізі Роберт Михельс көбінесе бұларды экономикалық билік, қаржы тұрғысынан ықпалды күшке айналатын бір тұлға ретінде қалайды. Қаржы тұрғысынан ықпалды күшке айналғаннан кейін, олардың мақсаты не? Көбінесе қаржыға қаржы қосу. Яғни олар қаржы тапқан сайын бұл топпен халық, қоғам арасындағы байланыс не қыла бастайды дейді, үзіле бастайды дейді. Сондықтан бұлар көбінесе өзіндік мүдделерді ойлау арқылы тек қана белгілі бір топтың байлығына ғана не қыла бастайды, қызмет жасай бастайды. Уақыт өте дейді. Сондықтан бұндай топты ол не деп айтады? Бұндай топты ол олигархияның темірдей заңы деп айтады. Бұл кез келген қоғамда кездесуі мүмкін, бірақ бұған жол бермеу үшін, енді қоғамда бұның да алдын алу үшін көптеген басқа да салалар қалыптасады. Енді бұл қалып тұрған қалыптасады. Мысалы Роберт Михельс бір ғана қоғамда алды. Бірақ қоғамның ішінде қазіргі таңда элиталық таптар көп. Солай емес пе? Қаржы таптары көп. Бұндай қаржы таптар бір-бірін не қылады? Теңестіреді.
кез келген бір элиталық тап басқа бір элиталық таптың тек қана өзі ғана билікке келуіне не бермейді, жол бермейді. Сондықтан олар бір-бірімен билік тұрғысынан не қылады? Бәсекелеседі. Бәсекелестіктен кейін әрине бұлар арасында белгілі бір тепе-теңдік қалыптасады. Бірақ бұл тепе-теңдікті қоғам ішінде басқарып, бұл тепе-теңдікті қамтамасыз етіп отырған, қоғам ішінде тұрақтылықты қамтамасыз етіп отырған, қоғам ішінде енді саяси элиталарды да белгілі бір мөлшерде әрине бақылауда ұстап отырған ең негізгі құрылым күш бар. Ол құрылым күшке біз не деп айтамыз? Мемлекеттік билік бар. Мемлекеттік билік қоғамның мүддесін негізге ала отырып, элиталардың не қылады? Тепе-теңдігін қамтамасыз етіп отырады және элиталардың ішінен билікке келетіндерді не қылады? Іріктеп шығарып, қоғамның мүддесіне қызмет ететін тұлғаларды не қылады? Шығарады. Сондықтан мемлекеттік билік бұл тұрғыда қазіргі таңда ең негізгі бақылау функциясын жоғары деңгейде атқарып отыр. Бұдан бөлек саяси элитаның қалыптасуында негізі кейбір жолдар бар. Саяси элита қалай қалыптасады деп ойлайсыздар? Bir mesele болып, мәселеге үстінде қалыптасады. Мысалға делік, сендер қазір үш жерде отырсыңдар, алдағы уақытта сендерді саяси элита боласыңдар деп елестетейік, бір екіге бөліп қарасыңдар. Негізі саясаттануда саяси элитаның қалыптасуы екі жол арқылы мүмкін. Біріншісі бұл антрепренерлік жол. Антрепренерлік дегеніміз не? Мысалға сендердің арасында ертең сендер университетті бітіргеннен кейін араларында кейбір өзіндік бір қабілеттері бар, ерекше студенттер бар. Жақсы сөйлейді, өнерпаз, дұрыс па? Бұлар ертең мысалға не болуы мүмкін? Қоғамның алдына шығып, өзінің қабілеттерімен көрсетіп, танымал тұлғалар болуы мүмкін. Мысалға блогерлер. Солай емес па? Блогерлер не қылады? Халыққа өз-өзін танытып, бір жағынан шебер сөйлейді, екінші жағынан өнерпаз. Сондай тұлғалар не болуы мүмкін? Қоғамда танымал болып кетуі мүмкін. Егер қоғам ішінде сөйтіп өз-өзін түрлі ерекше қабілеттермен, ерекше қасиеттермен өз-өзінді танымал деңгейге жеткізетін болса, бұндай тұлғалар не қылады? Элитаға кіруі әбден мүмкін. Мысалы, делік, депутаттық сайлау бар. Солай емес, біздің Қазақстан Республикасында депутаттық сайлаудың екі жолы бар. Біреуі мажоритарлық, екіншісі пропорционалды. Пропорционалды саяси партиялар арқылы, дұрыс па? Енді бұл жерде қарапайым халықтың мысалы ұсынуы сәл қиындау, көбінесе элитаға негізделген сайлау жүйесі болып табылады. Бірақ мысалға мажоритарлық жүйе не қыласың, сен өз-өзіңді ұсынасың. Делік, сен белгілі бір өңірден өз-өзіңді ұсынасың. Сені бұл жерде бәрі таниды. Сен өнер танушысың, жақсы сөйлейсің, бұқаралық ақпарат құралдарына жиі шығасың, сені халық танып бағады. Қасында тағы бір бәсекелес бір тұлға бар, оны халық танымайды. Әрине, сол сайлауда кім жеңіп шығады? Танымал тұлға. Өйткені халық не қылады? Оны таниды, біледі, соған дауыс береді. Сөйтіп ол сол дауыс арқылы не қылады? Жайлап-жайлап депутат болады. Депутат болып, әрине жайлап не қылады? Элитаны көтеріліп, элиталық топқа кіреді. Міне осындай ол үстіп мысалға сайланған элиталық топқа кірген тұлғаларды біз қандай жол дейміз? Саяси элита қалыптастырудың антрепренерлік жолы деп отырады. Екіншісі гильдия жүйесі дегеніміз бар. Гильдия жүйесі дегеніміз жалпы бұл қоғам ішіндегі белгілі бір кандидатқа көбірек талап қойылады. Яғни гильдия жүйесінің өзіндік бір ерекшелігі бар. Бұл жерде бірақ мынаны айта кету керек, негізі антрепренерлік жүйенің бір ерекшелігі неде? Гильдиядан антрепренерлік жүйе ашық жүйе болып табылады. Яғни қоғам ішінде сен мысалға бай болмасаң да, сенің мысалға белгілі бір тірегің болмаса да, бірақ сенің бір қабілеттерің болса, ерекше қабілеттерің. Сен сол қабілеттерді қоғамға көрсету арқылы алдағы уақытта не қылуына мүмкін? Өсіп, өнуіне мүмкін. Түсінесіңдер? Ол жерде мысалы қатты бір қаржылық не рөл ойнамайды. Махатма Ганди, Нельсон Мандела солай емес па? Белгілі бір мөлшерде сөйтіп айтуға болады. Одан кейін әрине мынау антрепренерлік жүйеде мысалға талаптар аз болады. Талаптар аз болады қалай түсінесіздер? Мысалға бір адам белгілі бір пост, мысалға
қазіргі таңда әлеуметтік желі заманы ғой. Әлеуметтік желіде бір хабарды алға тартып, сол хабарды өзін талдау арқылы бір мезетте не болып кетуі мүмкін? Танымал болып кетуі мүмкін. Көріп отырсың? Мысалы, гильдия жүйесінде ондай емес. Гильдия жүйесінде сіз өсіп өну үшін элиталық, бұл жерде жылдар керек. Көп жұмыс істеу керек. Түсінесіңдер? Бұл жерде сәл өзгешелік. Яғни, антрепренерлік жүйенің ең бірінші ерекшелігі оның ашық болуы. Ашық дегеніміз ешқандай шектеуге ие болмау. Мысалы, сен ертең бір постпен әлеуметтік желіде бір мезетте не болып кетуі мүмкін? Танымал болып кетуі мүмкін. Одан кейін антрепренерлік жүйенің тағы бір ерекшелігі бұл жерде жоғары бәсекелестік болады. Мысалы, әрине сен бір мезетте танымал болуы мүмкін әлеуметтік желі арқылы, бірақ сен сияқты ондай әлеуметтік желіде болғандар не көптеу. Сондықтан бұл жерде не бар? Бәсекелестік бар. Сен егер жаңағы антрепренерлік жүйе бойынша қалған бәсекелес болғаларға қарағанда жоғары болғың келсе, сен не болуың керек? Best of the best дейді ағылшынша. Яғни ең мықтысы болуың керек. Негізі сондай бір талап бар. Одан кейін әрине антрепренерлік жүйеде элиталық құрам тез өзгереді. Өйткені мысалға сен әрдайым best of the best болып қала бермейсің ғой. Солай емес пе? Яғни ең мықтысы болып қала бермейсің. Мысалы, белгілі бір уақытта мықты болған шығарсың, бірақ одан кейін міндетті түрде сені айырбастайтындай басқа тұлғалар, жас буын өкілдері керек. Сондықтан антрепренерлік жүйе арқылы кірген элиталықтар өзінің элиталық деңгейін көп уақыт сақтай алмайды. Өйткені бәсекелес болғандықтан оның орнына жаңа инновациялық идеялармен келетін тұлғалар не қылады, тез арада оны жаңартады. Жаңа гильдия жүйесі дедік. Гильдия жүйесінің енді ең негізгі ерекшелігі бұл жерде мысалға гильдия жүйесінің жабық болуы. Одан кейін әрине бәсекелестіктің жоқтығы бұл жерде де рөл ойнайды гильдия жүйесінде. Элита құрамының өзгеруі баяу болады. Яғни бұл жерде талап өте көп талап қойылады. Мысалға сенің біліміне талап қоюы мүмкін, жұмыс тәжірибеңе талап қоюы мүмкін. Бүйтіп түсіндірейікші, қысқа әрі нұсқа сендерге түсіну үшін. Мысалға, жаңа ғана антрепренерлік жүйені түсіндіңдер, бір адам әлеуметтік желі арқылы бір-екі мәселеге қатысты, бір-екі ой пікір айтып, немесе бір мықты видео түсіріп, соны талдап, бір мезетте не болып кетуі мүмкін? Халықтың қолдауын алып, танымал болып кетуі мүмкін. Бір мезетте. Бірақ, мысалға делік, мемлекеттік қызметке кіресіңдер, дұрыс па? Мемлекеттік қызметке кірген кезде сендер бір мезетте не қыламайсыңдар? Көтеріле алмайсыңдар. Бірінші, ең төменгі сақыдамасыңдар. Дұрыс па? Ол сатыда жылдап жұмыс істейсің. Еңбектенесің. Солай емес пе? Өз-өзіңді көрсетесің. Кейін бірнеше жыл өткеннен кейін ғана сен не қыласың? Жоғары деңгейге көтерілесің. Солай емес пе? Одан кейін сөйтіп, өз жерден жылдап жұмыс істейсің. Сөйтіп, мысалға белгілі бір деңгейге жету үшін, делік мысалға әркім болу үшін сен не қылуың керек? Мемлекеттік қызметте қыруар жұмыс істеуің керек. Ол үшін жылдарыңды бересің, дұрыс па? Ол үшін сен өзіңді жылдап танытуың керек. Ол үшін сен жылдап жұмыс істеуің керек. Бір жағынан сен жұмыс істеп қана қоймайсың. Осы жұмыстың талаптарына сай өзіңнің біліміңді не қылып отырасың? Жетілдіріп отырасың. Міне, гильдия жүйесі дегеніміз осы. Егер бір жүйеге кіріп жылдап жұмыс істеп, сөйтіп қиындап көтерілетін болса, және талап жоғары деңгейде болатын болса, әрине бұл жерде де сен көтеріліп алдағы уақытта әкім болып, кімнің қатарына кіруі мүмкін? Элита қатарына кіруі мүмкін. Бірақ бұл өте қиын жол. Екінші жол жаңа антрепренерлік жол, бірақ бұл қиын болғанмен, зато бұл оңай өзгермейтін жол. Бұның бір жағынан жылдап тәжірибе жинақтайсың, екінші жағынан элита категорияға келсең, сенің оңай не қылмай өзгеруі қиын. Өйткені олар да бұл жолмен келу үшін жылдарын береді. Түсінесіңдер? Ал анау антрепренерлік жүйе ол тез, бәлкім бір мезетте болуы мүмкін, көп еңбек сіңірмей, бірақ бір мезетте де ол қолдан кетіп қалуы әбден мүмкін. Жалпы құрметті студенттер, саяси элита туралы әрине айтар нәрселер көп, бірақ ең негізгі идея қоғамда саяси элита деген сөз өзі таңдалған деген мағынаны білдіреді, сұрыпталған деген мағынаны білдіреді. Сондықтан саяси элита қоғамда аз ғана таптың билігін білдіреді. Бұл тап не қылады? Көпшілікті басқарады. Әрине бұл көпшілік, яғни көпшіліктің
аздап элита көпчүлүктүн мүддесин эскерген жагдайда бул элиталардын бийлиги не боло бастайт, күчөйө бастайт. Эгер көпчүлүк коомдун мүддесин эскермеген жагдайда бул элиталар не болуп отурады, жаңа буун аркылы өзгөрүп отурат. Бүгүнкү жалпы тақырыбымыз осы. Сурактарың болсо, сурактарды койсоңдар. Сурактар бармы? Жок. Жақсы, рахмет сизге.